Саламатсыздар ма? Мен Бағашарова Жанар Қуандыққызы, Талғар медицина колледжінің кітапханашымын. Біз Талғар медицина колледжінің ұстаздары және кітапханашылары бірігіп студенттермен онлайн түрде жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі жағдайға байланысты менің айтатыным үйде болып сақтық шараларын сақтаңыздар. Біз студенттерге абай өлеңдері мен шығармаларын оқып, бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Мен студенттерге мынандай ой салатын едім: үйде болып абайдың кітаптарын оқыңыздар дегім келеді. Дей келе мен студенттерге мына өлеңмен аяқтағым келеді. Бүкіл әлем алаңдаулы, үрейлі, жаман ауру белең алды, көбейді. Рухың байып, кітап оқы, үйде бол. Абай жыры күш береді, жебейді. Кеңесіме құлақ сал да абайды оқы. Әр сөзіңді жадыңа тұт, ойға тоқы. Мүмкіндік дәл осындай бола бермес. Әр сөзіңді түсін, сосын қайта оқы. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Құрметті қазақстандықтар, Талғар ауданы медициналық колледждің кітапханашысы мен Агибаева Ақнұр сіздерге Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай жазғы түрі өлеңін оқып берейін. Жазғы түрі қалмайды қысынсызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің өзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайрандасып жас күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандастар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып. Шаруа қуған жастардың ойны озап, сырласып, мауқын басып. Түйе бозап, қой қозап, қорада шоу, көбелекпен, құспенен сайдады ду. Гүлмен ағаш майысып, қарағанда сыбдыр қақпырандап аға түсу. Деп өлеңді аяқтап сіздерге, біз үйдеміз, біз біргеміз. Абай десе, өлеңнен маржан табасын. Абай деп таны қазақтың байтақ таласын. Әрбір жыры рухани азық секілді. Абайдан асқақ тұлғаны қайдан табасын. Абай мұра ұрпақтан ұрпа жалғаған, өсиеті назардан еш қалмаған. Білім, еңбек, еркіндікті арман қып, жас қауымға насихатты жырлаған. Абайдана, абайдара қазақта, оқылмаған ұл абайды қазақта. Қазақтан асқақтатқан әлемге Абай теңдес ақын болмас қазақта. Кеше өткен бұл заман желегі, Абайны бізден бірге келеді. Біз 103-ші топ, 102-ші топтан эстафетаны қабылдай отырып, ертең кезекте 104-ші топқа жолдаймыз. Абай Құнанбайұлы қыз, ақ киімді денелі ақ сақалды, соқырмын қау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суып, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аязбен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аязбенен қызарып азарланды. Бұлттай ғасын жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалар. Бұрқадай бұрсақ етіп, қолданғанда, алты ғана тау орда үй шайқалар. Әуес көріп шөгілген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалар. Шидемен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай, теріс айналды. Қар тепкенге қажамыз қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылма иттен малды. Сонға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл құсқа малды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, құр жемер мұна андырған кәр шалды. Біз 101-ші топ студенттері Абай атамыздың 175 жылдығына арналған эстафетаны 102-ші топқа жолдаймыз. Бөлімінің студенттері, елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты біз қашықтықта оқуға және де үйде отыруға дайынбыз. Ынтымақ жарасқан ұрпақ ретінде жауапкершілікті сезінудеміз. Үйде болайық, біз үйдеміз, біз біргеміз. Армысыздар қазақ елі. Мен Арман Әли, Талғар медициналық колледжінің 212-9 тобының студентімін. Елімізде болып жатқан індетке байланысты біз біргеміз, біз үйдеміз, коронавирусты жеңеміз.